ғажайып цифрлық циркке қош келдіңіздер. Помни. 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 Ау? Жоқ, 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 кей! Біреулер, көмектесіңдерші, өтініш! Жоқ, жоқ! Біздің жаңа құрбымыздың тозы шыққан тәрізді. Мұндай іс әркімнің қолынан келе бермейді. Шынымен мен оның атында ұмытып қалған сияқтымын. Әй, помни, қалай ұйықтадың? Сен әлі ұйықтап жатсың ба? Солай болса, онда ұйықтай бер. Сен мұндасың ба? Сенде бәрі дұрыс деп үміттенем. Сенің кешегі күн қатты сынақ болғаны рас. Сынақ дейді? Ой, ана кезде шығу үшін мені лақтырып кеткеніне мүлдем алаңдамақ қой. Сен көп нәрседен өттің, мұныңды түсінуге болады. Сондықтан мен ренжімеймін. Бәрі де дұрыс. Жақсы онда, бұл туралы ұмытайық. Бүгін кейінде жаңа шытырмандар болады. Кейін бізге ойнап күлгеніне қарасақ, шытырманымыз қызықты болады. Бүгінгі шытырманымыз қан қайнаған қағаз. Тап солай. Қан каньон қағандығы тонналық ресурстерінен ең құнды сырланды. Үйіңкі шарбаты! Сенің қолыңда оны ұрлаған шырқ қарақшыларды тортай тәтті әділдікке тарту. Тәттіден жасалған патшалық па? Естіліп, жабысады. Жап-жабысқат десеңші. Естіліп, Көпіршік, ол айтуға болмайды. жоқ. Зұбылдақты! Мен мұнда жаңа жейді тестілеп жатырмын, ол 27 есепаттымдырақ болу керек. О, жаңа жиі. Сен жаңа жиімен достасқың келмей ме, Зубитай? Иә, жоқ. Қызық естілер екен. Қалай ойлайсың, помни? Сонда біз мұнда тіршілік еткеніміз қор рөлде ойнау? Енді... Неғып жайлап тұрсыңдар? Каньон қағандығына сендер дәл қазір керексіңдер. Жоқ, тастауға тырысудамын. Вау, патшажан, мына қамалға қарашы. Өте тамаша. Мұнда кішкентай кәмпит жәндіктері де бар. Ол сондай әдемі. Бұл жер суда Қара, ол ханшайым! Сіздер Құдайдың жіберген батыл қаһармансыздар. Бізге өткенде келген сұмдық жағдайға көмектесуге. Бұл біз бикеш. Айтпақшы патшалықтарыңыз ғажап, бәрін айт. Сен маған ұнадың. Қарашы, помни, біз ханшайыммен достастық. Мен бала емес, мені жігерлендірудің қажеті жоқ. Тапсырмаларыңды білесіңдер деп ойлаймын. Бізді тонаған қырақшылар шәрбат стернасын пайдаланған. Сондықтан олармен шайқасу үшін сендерге соғыс көлігімді беремін. Қатыгездік. Бұл сонда қай уақыт кезеңін құраушы еді? Тауарды қайдырып алған кейін патшалыққа оралу үшін мына кілтті алыңдар. Оны жамандарға бермейсіздер деп сенемін. Маған сеніңіз, ханшайым. Өтінемін, Лоу десең болады. Міндетті түрде бұл. Алдыға отырам. Құдайым-ау, мынау бұлай бипілдете ме? Жаман ғой. Генгл, сен айдайсың.
Сау болыңдар ержүрек батырлар, мен сендерге толықтай сенемін. Осыны апарсақ сенің анаң сауығып кетеді деп ойлайсың ба? Солай деп ойлаймын, мұншама шәрбат 100 адамдарды құтқара алады. Нағытсын ауылға қайтып келгенде білетін боламыз. Бірақ ол жауынгер. Менің білгенді ол маған үйреткен. Әй, босаңсымаңдар жігіттер. Бізге біреуді жіберген тәрізді. Жарайды, Генгл. Аналарды көп жеткен кезде мен олардың үстіне секіріп, беттерін быт-шыт қылып тоқтамай атқылаймын. Меніңше бұл біраз ережелерді толығымен бұзатын сияқты. Ал сен жылағаның менің құлағымды бұзады. Айда тез, айдаушы. Сонымен помни, сен мұнда пайдалы болатының анық. Мүмкін біз оларды қуып жеткенде. Қатты болсақ та болады. Эй! Былай. Джекс! Бұл мінсіз, осындай тұрыспен қалай бер, мен бір нәрсені алуым керек. Джекс, сен бассың. Сенесің бе? Мен бір жерден базукан көргем, бірақ... мен мұны білдем таппаймын. Помни, мынаны ұста! Мінекей, жақсы помни, осы орнында қала бер. Мен сенен өтіп шығам. Сен әдейі істейсің бе? Дұрыс бопты помни. Енді көпіріміз жоқ. Аха, ұсталдың! Оң кішкентәке, ау! Бұларың бәле. Бұлардың көліктері андағы тасырмен қалай жүретінін көрейік. Берілісті ауыстыруға қолымыз он екен. О, міне ісіміз оңға басуда. Ей, жолақ, жұмысына кіріс. Біз ана жақта Сен баған іштәрі сөйлемейтін жан емессің бе? Істе! Бұлар мүлдем тоқтамайтындардың қатарынан ба сонда? Әй, қуа бермешке кір! Бол тез! Иә, қазір. Барықтарын амансыңдар ма? Сұрағыңды қайта қойшы. Мен пышақтар үшін естімей қалдым. Ей, Генгл, оларды соққан дұрыс болады. Оларды соқпаймыз. Помни әлі ана жақта. Кәне, қызық болады. Неге мына жерде пышақтар толған? Істе дейм, әйтпесе Рогат ағам мүсіншелерімді айтып қоям. Сендер неменсіңдер ме? Нағыз салаңдар екен. Бұларға осыны берейік. Ой, енді соқпайтын болдық па? Жарайды, онда Рогат аға сол туралы айтармын. Оу, сен әлі үстіндесің бе? Достар, Помни, қағып ал! Ей, патшажан, мына жіп бірденеге байланған бет? Білмеймін. Қазір тексеріп көрейін. Бұған сені кінәлаймын. Жігіттер! Ау! Кімдер бар?
Біз қайдамыз? Мыналар нелер? Мен білмеймін. Біз картаның сыртынан шыққан тәріздіміз. Карта? Мұнда неге сен? Және тобыңнан ешкім жоқ. Мен сенімді емеспін. Өйткені біз NPC емеспіз. NPC не деп кеттің сен? Сендер кімсіңдер? Мен кіммін? Анам қайда? Сенің анаң бар ма еді? Ол басқалардың жанында тұру керек емес пе? Оның бетін есіме түсіре алмаймын. Оның бет әлпеті болды ма? Мұнда шынайы бірдеңе болды ма? Жарайды, тоқта. Ол жайлы ойлама. Менің ойымша анда бізді үстіге шығара алатын тәсіл болу керек. Солай ма? Сен маған менің нағыз кім екенімді айтқаныңды қалаймын. Барақтарын амансыздар ма? Жоқ. Қап, бейшара помни. Онда бәрі дұрыс деп үміттенемін. Бишара помни? Ал бишара біші, цистернаға әлгі вонкадағы шоколад сүйген бауырсақтай бала сияқты қадаламыз. Көзім алдып жатқан жоқ па? Тәтті сыйлық патшалық қақпанының алдында ма? Қарсы емеспін. Ай, достым, біз тамақта кәмпитті емеспіз. Бізді жеме. Не? Кәмпит емессіңдер ме? Мен қалай кәмпиттен жасалмаған тамақтарды жей аламын? Кешіріңдер. Помни әрқашан осындай алып жабысқа құбыжықтарды өткізіп алады. Сен өзің кімсің? Менің атым Балпақ. Бұрын мен осы патшалықта тұрғанмын. Бірақ мені сол жерден қаншама тәтті тұрғындарды жеп қойғаным үшін әлгі шіріген ханшайым қуып жіберген. Олар сондай тәп-тәтті болды. Кейде мен олардың мені шақырғандарын естимін. Құдайым-ау, бұл қатыгездікте естіледі екен. Олар тәтті болса сонда өлтірмейін бе? Айтшы маған. Айтқан сөзінің жаны бар. Жоқ, олай болмайды. Өзім айналсайыншы, әйтпесе сенің шашының қызылмияға ұқсап бара жатыр. Джекс! Вау, шынымен ұқсайды. Доғар! Жақсы Балпақ мырза, сізге қарап тұрсам, сіз игілікті іспен жүрген жігітке ұқсайсыз. Онда емеспін. Бос уақытымда немен айналысатынымды білсеңдер құсатын шығарсыңдар. Мен айтқандай, мен патшалықтың ішіне кіріп шыға алатын тәсілді білемін. Егер сен бізге көмектессең, онда... Ей, сен қашан? Жап ауызды, қызыл шаш. Міне, басыңды осымен жап. Сен сонда қақпанды ашып, мені дала түрмесінен босататын Құдай жіберген мықты шеберісің бе? Бұл мен, бізге сенен бар керегі, олас қарақшыларды жазаға тартуға көмектесу. Өлім аузына қарай жақындағандаймын. Тоқта, жаңа не болды? Сен өзі маған бірдеңе қылып көмектескің келмей ме? Әлде сен әлі... Хей, бәрі дұрыс па? Жоқ. Сол жайлы сөйлескің келмей ме? Енді неміз сөйлеміз онда. Мен сені мұнда қалдырғым келмейді. Неге? Мен ештеңе де емеспін. Ешкіммін. Менің өмірім, менің естелігім.
Менің достарым. Бәрі жалған. Бұл біртүрлі болып көрінеді, бірақ та меніңше бұл сезім маған таныс. Енді мүмкін бұндай емес шығар, бірақ өзіңді керек еместе сезіну жақсы да шығар. Айтпағым, мен келген әлемде адамдар кейде өзін солай сезінеді. Бірақ сен әлі достарыңды ойындап жүрсің ғой, е? Олар да солай сені ойындап жүрген шығар. Оның қандай мәні бар? Адамдар кетсеңдер бізге не болады? Біз досқа болмыз. Бізді жеңіп, бірден ұмыту үшін құрылдық. Бірақ сен бұндай болға міндетті емессің. Цирк. Мен келген әлемнен. Негізі мен басқа жерденмін. Бірақ егер бұл енді менің үйім болса, мүмкін ол да сенің үйің болар. Андағы адамдар қызықты, солай шығар. Мүмкін сен ана жақта шынай болып кетерсің. Неге мені жұбатуға тырысып жатырсың? Бұл саған не пайда әкеледі? Мүмкін мен сен өзіңді керек емеспін деп сезінгеніңді қаламаймын. Мен біреудің олай сезінгенін қаламаймын. Бірақ мен шынайы емеспін ғой. Мен сай келем бе? Сен менен қарағанда сай келесің деп ойлаймын. Және маған дос керек еді. Дос? Сен бір түрлі кейіпкер екенсің. Жақсы, онда тырысып көрейік. Менің бар өтінерім, жігіттерге бұл жайында айтпаңдаршы. Олар сондай аңқаулар. Және мен оларды артқа тартқым келмейді. Я, сөзіңнің жаны бар. Айтпақшы, атың кім болады? Камико. О, атың меніңкіндей топас естіледі. Енді бізді бұдан шығару үшін не істемек ойың бар? Білмеймін. Мүмкін жүк көліктің қақтығысының багын көрерміз. Менің түсінбейтінім, біз мұнда қалай жарайды. Мен нұсқаларын шамалап көрейін. Егер қолымыздан келмесе, онда басқасын көрерміз. Осы жердің де экспертсің бе? Шыны керек, мүлде жоқ. Бірақ не болатын көрейік. Мен жаңа ғана ұқтым, қазір бізге қатты Айтарым, бұл мен ойлағандай қызық болады ма десем? Ау, сен қалай ойладың? Енді ойлаған бір такой ақырғы шайқас бола ма деп, қан, ажал, хаос, осындайлар. Сендер олардың жоғалып, бір жерге құлап түскендеріне сенімсіңдер ме? Нақтысын айта алмаймын, бірақ солай ғой деймін. Бастығымыз сайқы мазақпен кетіп қалмаушы еді ғой. Мұнысы бір түрлі. Мұнысы үрейлі. Егер жағдай шынымен қиындап кетсе, оны табу үшін кез келген уақытта кейіннен көмек сұрай аламыз. Менің ойымдағаным, ол қайтадан жамандыққа түскені. Меніңше, ол кешегі болған жағдай үшін әлі өкпеленуде. Менің ойымша, ол мені тым ұнатпайтын сияқты. Мұндай бәрімізде де болып тұрады. Жүрегіңе қатты алмай-ақ қой. Сенің бұған үйренуіңе қанша уақыт кеткені әлі есімде. Иә, таң қалғаным, бұл кез әлі сенің есінде. Не есіңде? Сендерде тағы ұшатын екінші жүк көлік бар ма? Иә. Ой, тоқта, жоқ, бізде жоқ, мүлде жоқ. Міне астыға да ұштым. Шыдай алмай қалдың ба не? Мынау не бәле? Помни, бәрі дұрыс па? Не болып қалды? Иә, бәрі дұрыс. Мен
жаңа дос таптым. Бастық, қайда болдыңыз? Бағана бізді мыжа жаздаған. Білмегендерің дұрыс. Көргеніме қуаныштымын, жігіттер. Зұлымдардың жүккілігіне кеткеу. Мынау да шарбатқа толы. О, иә, солай болса болсын. Енді ананы менің достарым өзіміздің ауылымызға апарса қарсы болмайсыңдар ғой. Солай шығар. Енді екеу болса, онда ештеңе етпес. Қазір мен барлықтарының көңілін қалды. Енді келесі шытырманымызда қан мен қырғын соғыс болар? Иә, саған. Иә, бұл Гамигу. Ол бізбен бірге циркке қайтпақшы. Олай бола ма? Оның шынайылығы енді толығымен құртылған. Мен аз да болса досын істеп бере алсам болды. Оны артта тастап кету дұрыс емес. Ей, бұл жақсы, помни. Тез барып мынау топас жүк көлікті алып, топас патшалыққа апарайықшы. Алғысым шексіз ержүрек батырлар, біздің патшалығымыз қайтадан гүлденеді. Бұл ісіндерге оңай болмаған шығар. Қалай қиналғаныңызды көрсең. Сау болыңдар ержүрек батырлар, әлгі қарақшының өлім жасасымен көңіл көтеріңдер. Міндетті түрде сонымен айналсамыз. Хей, қақпанда ашық қалдырғаным жақсы болыпты. Не? Мен оны өлді десем, ақыры соны істедім бе? Тоқта, не дейді? Сен не істеп Кейін сендерге қойдың? тағы көмектесіп жатармыз. Сау бол. Қош келдіңдер менің кішкентай қат-қабатты гамбургерлерім. Цирк дегеніміз мынау екен ғой сонда. Бұған үйренуге Қой, шіріктердің біреуі сұтылып өтіпті ғой. Тоқта, Тоқта, не? NPC-леріңді жақсы көріп қалғандарыңды білем, достар, бірақ кім кісі, кім NPC деп жаңа бастасам, кім білсін? Не боларым? Ал, онда су ішіге кеттім. Соны жасамағаныма көп болды. Ол ешқашан кетпей қалама десем. Осы жағдай үшін кешір, помни. Не болса да сен тырыстың. Келесі шытырманда ол қайтып келетін шығар. Білем, кейін өзін пестивалін қайтадан қолдануы мүмкін. Бәрі дайын болды. Хей, сен Кауфманның естелігіне қосылсан қайтеді? Біз солай тосы шыққандарға кішігірім есте қаларлық салтанат жасаймыз. Сен келмес бұрын әлгі жағдай үшін бір сөзін жоғалтып алды. Олардың рухын құрметтеу үшін аз да болса да жасағанымыз. Қапай, мен осы кездерге дайын болып деп тұрсам, бірақ суретін қойған кезде мен өзімді ұстай алмаймын. Сценарий жазған Ghostworks, режиссер Glitch Production, қазақ тіліне аударған Каздок Studio, дыбыс режиссер Владислав Рудаков, дыбыстағандар Патшажан, Каздок, Рогата, Энди, Джекс, Климфрести, Гэнгл, Мерик, Зубу, Энлик, Омни, Клоудин, Кейн, Жакен дыбыстайм, Көпіршік, Каздок, Улилау Ханшайма, Луна Юка, Гамигу, Рахадзи Джапаров, Макс, Мико, Чат, Каздок, Балпақ, Каздок, NPC, Эри, және мен сендердің дикторларың Радиакал. Мен бәріп тәті жеп келмесем.